Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте әдемі, жұмсақ болып ісіп көтеріліп шығатын круассан дайындаймыз. Бір жасағаннан ұқсап шығатын өте оңай рецепт. Осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, өйткені сіздермен алда қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтімізді және де жылы суымызды құйып аламыз. Сүт те су да бізде жылы болуы керек. Оның үстіне жарты шай қасық тұзды саламыз. 180 грамм қантты саламыз. Қантты өздеріңіз қалауларыңызша аздап, не болмаса көбірек қоссаңыздар болады. Қанты ерігенше кішкене араластырып аламыз. Енді біз жарты ас қасық дрожжымызды қосамыз. Венчикпен кішкене араластырамыз. Сосын үстіні пищевая пленкамен жауып, 10-15 минутқа жылы жерде қалдырамыз. Бізде дрожж кішкене реакцияға кірісіп, ісіп көтеріліп шығуы керек. Менде 15 минут уақыт өтті, міне. Пищевая пленкасын алып тастаймыз. Дрожжымыз осындай кішкене беті көтеріліп шықты. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Барлық заттардың мөлшерін описанияға жазып қалдыратын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Жұмыртқасына осылай венчиктің көмегімен кішкене араластырып жібереміз. Сосын үстіне ұнды електен өткізіп салып аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп аламыз, өйткені ол біздің қамырымыздың көтерілуіне әсер етеді. Бірінші кішкене венчикпен араластырып аламыз, сосын қолымызбен араластырып жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болады. Қолға жабыспайтындай қамыр илеп аламыз. Міне қамырымыз дайын. Оның бетіні осындай пищевая пленкамен жауып, бетін сүлгімен орап, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Міне біздің қамырымыз осылай көтеріліп шықты. Менде 1,5 сағаттай тұрды. Енді біз қамырмен жұмыс жасаймыз. Қамырымызды біз майда бөліктерге бөліп алуымыз керек. Мен 10 бөлікке бөліп алдым. Орташа домалақтар жасаймыз. Енді мына қамырларымыздың бетін сүлгімен жауып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырларымызды барлығына жұқалап жайып шығатын боламыз. Жайған қамырларымызды бір шетке қоя тұрамыз. Басқа қамырларды да барлығыны солай жұқалап жайып шығамыз. Қамыр бізде өте жұмсақ болады, сондықтан ұнды сеуіп отырып жайып аламыз. Барлық қамырларымызды жайып болғаннан кейін, енді осы қамырларымызға сары май жағып шығатын боламыз. Сары май бізде жұмсақ бөлме температурасындағы болуы керек. Осындай лопатаның көмегімен, не болмаса қолдың көмегімен де жағып шықсаңыздар болады. Жұқалап барлық жеріне бірдей етіп жағып шығамыз сары майымызды. Үстіне келесі қамырымызды қоямыз, тағы да сары май жағамыз. Барлық қамырларымызды солай үсті-үсті қойып, сары майды жағып шығатын боламыз.
Міне барлығын жайып болдық. Енді ең үстіне қамырды қойып, оның үстіне сары май жақпаймыз. Шеттеріні барлығыны жауып шығатын боламыз. Ішінен біз қамырды жайған кезде сары майлары шығып кетпеу үшін шеттеріні кішкене осылай қысып шығамыз жауып. Енді осы қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Үстіне он сөйбе отырып жаямыз, өйткені қамырымыз өте жұмсақ. Енді осы жайып алған қамырымызды кесіп, круассан жасауға дайындап аламыз. Менде барлығы болып 20 бөлік шықты. Дәл осы видеода көрсетілгендей кесіп шығамыз. Енді қамырларымыздың бас жағını осылай кішкене пышақпен кесіп шығамыз. Ол бізге круассандарымыздың үлкен болып, әдемі болып шығуына көмектеседі. Енді мен круассандардың ішіне қайнатып толтырылған, яғни вареная сгущенка салдым. Негізі ештеңе салмай классический круассан жасасаңыздар да болады. Дәл осы видеодағыдай круассандарымызды орап шығамыз. Пергамент салынған листтерімізге круассандардың арасын ашықтау етіп жайғастырып шығамыз, өйткені ол көтеріліп ісіп бір-біріне жабысып қалуы мүмкін, сондықтан арасын ашып жайғастырып шығамыз. Үстіне жұмыртқа жағып шығып, 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің круассандарымыз осылай пісіп шықты, өте жақсы көтерілді. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты біздің круассандарымыз. Өте жұмсақ, әдемі көтеріліп қызарып шықты. Арасында қатпарлары көрініп тұрады. Жұмсақ, шаймен ішкенге өте керемет болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, қыздар. Бір жасағаннан ұқсап шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, менің жаңа рецепттерімді көріп отыратын боласыздар. Алда сіздерді қызықты рецепттер күтуде. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар.